Мендегі кез келген бақытты сәт сөзсіз басқа біреу үшін бірдеңе істеудің нәтижесі болды. Біздің ең ақылдыларымыз басқалардың ақымақтығынан сабақ алады. Ешқашан өмірден қорықпа, ешқашан өлімнен қорықпа. Бұл бір әдемі тиын сияқты. Оларда сансыз қазына бар. Жетістік не істеп жатқанын, қайда барғысы келетінін білетіндерге келеді. Сіз біреудің күліп тұрғанын және күлгенін көрсеңіз, бұл оның бақытты екендігінің ең жақсы белгісі. Нағыз данышпан өз білімінің жеткіліксіз екенін біліп, үнемі көбірек білуге ұмтылатын адам. Әйелдердің екі түрі ғана бар: жұрттың назарында болғысы келетіндер және өзін төмен санағысы келетіндер. Сіз өз іс-әрекетіңіз екеніңізді есте сақтаңыз. Не істеп жатқаныңыз сіздің өміріңізді анықтайды. Ең қарапайым нәрселерден де сұлулықты көруді үйрен. Сонда сен бақыт табасың. Өмірдің екі ақ саласы бар: шындық пен арман. Олардың арасында суретші тұрады. Жеңіске жететініне сенген адам жеңеді. Кез келген адам үлкен арманы болса, ұлы бола алады. Басқалардың сіз туралы айтқандарына мән бермеңіз, тек өз өміріңізді жалғастырыңыз. Нағыз еркектік ешкім қарап тұрмаса да күшті болу. Өмір бұл біз жоспарлар жасаған кезде бізбен болатын нәрсе. Бақытты өмір сүрудің сыры кішкентай нәрселерден қуаныш таба білу. Адам болу кемелсіз болу. Кемелдік тек Құдайға арналған. Өмірді мәнді ететін адам болса, өмір әдемі. Сен кеткеннен кейін не істегенің есте қалады. Бақыт бұл кішкентай нәрсе, бірақ ол көп. Проблемалармен күресу сізді күштірек етеді және өмірді қызықты етеді. Бүгін істей алатын істі ертеңге қалдырмаңыз. Армандарыңызға сеніңіз және олар шындыққа айнала алады. Нағыз ер жақындарын қорғайтын және осал болудан қорқпайтын адам. Кешіруді үйрен және еркін өмір сүру үшін өшпенділіктен арыл. Бақыт бұл әр сәтті бағалай білу және бақытты болу үшін ғажайыпты күтпеу. Өмір әдемі, бірақ оның сұлулығы оны көргенде ғана ашылады. Күшті адам қиын қыстау күндерде өзін ұстай алатын, абыройын жоғалтпайтын адам. Бақытты өміріңіз үшін өзіңіз жауапты екеніңізді ұмытпаңыз. Оны сіз үшін басқа ешкім жасамайды. Бақытты болу үшін әрбір сәтті соңғы сәтіндей бағалау керек. Айналаңдағы дүниеден сұлулықты тауып, табиғатты құрметте, оның даналығы бар. Ең жақсы естеліктер сіз жақсы көретін адамдармен бірге жасалған естеліктер. Ең дана шешімдер жиі қарапайым, бірақ әрқашан оңай емес. Өзгерістерден қорықпа, ол жақсы өмірге жаңа есіктер ашады. Бақыт бұл сыртқы жағдайларға байланысты емес, көңіл күй. Өзіңе сенгенде барлық қиындықтарды жеңетін күшке ие боласың. Бізді күшті ететін біздің тәжірибеміз және біз үйренетін қателіктеріміз. Махаббат бұл жай сөз емес, бұл сіздің басқа адамды қаншалықты бағалайтыныңызды көрсететін іс. Нағыз бақыт басқаларға қамқорлық жасауда және олармен қуаныш бөлісуде. Өзіңіздің ең жақсы нұсқаңыз болу үшін кейде сіз сынаққа түсіп тәуекелге баруыңыз керек. Өмірдегі ең жақсы сәттер
Сіз өзіңізді қазіргі уақытта өмір сүріп жатқандай сезінетін сәттер. Нағыз күш кек қайтару емес, кешіре білуден келеді. Өмірдің сұлулығын шынайы түсіну үшін оны толық саналы өмір сүру керек. Мен өмірімде ақылды болған адамдардың бақытты болғанын сирек кездестірдім. Қарттарды міндетті түрде дана деп санау үлкен адасушылық. Жылдар даналық әкелмейді, кәрілік адамды сақ етеді. Жұмыс өмірдегі ең маңызды нәрсе. Барлық қиыншылықтардан, барлық ауыртпашылықтардан сіз жұмыста жеңілдік табасыз. Тұрғылықты жерін өзгерту арқылы өзінен құтылу мүмкін емес. Ерлер әрқашан жаңа әйелді қалайды. Жасы кіші немесе үлкенірек, немесе әлі болмаған әйел. Егер сен брюнетка болсаң, олар аққұбаны қалайды. Аққұба болсаң, қызылды қалайды. Адамдар әрқашан бақытқа жетудің қысқа жолын іздейді. Мұндай жолдар жоқ. Жауаптар ғана емес, сұрақтар да ескіреді. Адамға сене алатыныңызды білудің ең жақсы жолы оған сену. Егер сұлу әйел жалғыз болса, оның бәрінен де ақылды болғаны. Неліктен зеріктіретін адамдар бақытты, ал ақылды және қызықты адамдар соңында өздерінің және жақындарының өмірін улап үлгереді. Қазір сізде жоқ нәрсені ойлайтын уақыт емес. Сізде бар нәрсені қалай қолдануға болатынын ойлаңыз. Егер сіз қандай да бір ойдан арылғыңыз келсе, оны жазыңыз. Мерекені әрқашан өзіңізбен бірге алып жүруіңіз керек. Егер өмірде сіз аз болса да қызмет көрсете алсаңыз, одан қашпаңыз.